Мен сізге қазір интернет желісіне дайрект смс қалай жібереміз, яғни инстаграмға дайрект смс қалай жібереміз, сол туралы түсіндіріп өтемін. Алдымен сіз мына жерде міне өзіңіз жазып қойған мысалы смс-іңіз бар ғой, міне осыны копировать етесіз, копировать етіп аласыз. Міне яғни бұл жерде менің аты жөнім жазылып тұр, сіз өз аты жөніңізді жазып өзгертіп алдыңыз да, вставить етіпті. Маған жіберіп тексертіп алсаңыз болады, осы дұрыс қой деп. Міне мен копировать етіп алдым. Дайындап қойған дайрект смс-імді міне копировать бастым. Енді мен өзімнің инстаграм парақшама барамын. Міне инстаграм парақшама барамын. Инстаграм парақшама кірдім, міне кірдім, міне. Мына менің инстаграм парақшам, міне парақшам. Енді бұл смс-терді қалай кімдерге жіберу керек? Сіздерде сұрақ туындайды, ол үшін ортада тұрған міне лупаға барамыз да, мына жерге жазамыз. Аналар. Көбіне инстаграмда кім отырады? Әрине аналар отырады. Міне аналар парақшасына кірдім. Міне кірдім. Енді осының подписчигіне кірем. Міне 11-1 деп тұр, соған кірем. Бұл жерде клиент аналар отырады. Аналарға әрине не керек? Қосымша жұмыс керек. Міне аналарға кірдім. Мен написать дегенді басып, мына жерге міне смс жібердім. Міне бір адамға жібердім. Одан кейін тағы да міне аштым. Екінші адамға жібердім. Написать деп осылай жібере бересіз. Одан кейін аштым. Тағы да міне үшінші адамға жіберем қазір. Так, міне. Так, мұнда кейбір адамдар осылай инстаграмдарын байлап қойды, бірақ бұларды бүйтіп отправить смс деп сообщение ретінде бұлай отправить смс деп жібере аласыз. Міне көрдіңіздер ме? Осылай жібердік. Бұл бірінші метод. Мысалға аналар группасына не істеу, жазу. Енді қайтадан кірдік. Мысалы мына жерде прямойда, яғни мынау общий, мына жерде тұрғандардың барлық прямойда отырады. Яғни актуальныйға шығып кеткен адамдардың парақшалары бұларда. Мысалға осы парақшалардың ішіне біреуіне кіреміз. Мысалы кірдік. Міне кірдік, мына жерде просмотры деп тұр төменгі жақта. Міне просмотрыға бар, осы жерде клиент әйел адамдар отырады. Тоже мысалы осыған кіріп жазамыз. Міне на 50. Әйел адамға не керек? Әрине өздеріңіз білесіз, өсек керек, әңгіме керек. Олар сол үшін инстаграмға кіреді. Ал сіз олай жасамаңыз, сіз өзіңіздің бас пайдаңызды табу үшін, зарплата алу үшін, осындай интернет желілерін тиімді пайдаланып жұмыс жасаңыз, жақсы ма? Так, жабық парақша. Менде телефон қатып қалды ма? Так, не шығып кетем қазір. Шығып кетіп қайттан кірейін. Телефон чөтісті қатып қалды. Міне енді келесі тағы да кімге жазуымызға болады? Мысалы аналар көбіне не қарайды? Киімдер дегенді қарайды. Мысалға осылай сторизда тұрған жаңағыдай өтімді сториздарды ашып қарап, актуальныйды ашып қарап, адамдарға жаза берсеңіздер болады. Сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Мысалы мен мына жерге тағы да жазам. Аналар дегенді жаздық. Сосын не дейміз? Келіндер. Келіндер әртүрлі группаға кіреміз де. Келіндерге кірдік. Подписчигіне кіреміз. Группа оған подписчигіне кіреміз де. И ол адамдардың жекесіне сообщение жібереміз. Сообщение жіберу дегеніміз міне дайрект смс дегеніміз осы. Осылай дайрект смс жібересіз. Міне бірнеше адамға дайрект смс жіберіп шығасыз. Писать дегенді басып. Ал бизнесіңіз жүре берсін. Күніне сіз инстаграм арқылы күніне 2 сағат сайын 30 адамға дайрект смс жібере аласыз. 2 сағат міндетті түрде сізде инстаграм демалу керек. Әйтпесе бұл қатысып қалуыңыз мүмкін, ма? Любой парақшаға кіресіз, оп-оңай. Любой парақшаға кірдіңіз, міне кірдіңіз. Мына жерден нравицаға кіріп, мысалға не істеуіңізге болады, дайрект смс жіберуіңізге болады. Нравицаға кірдіңіз. Мысалға кіргеннен кейін Айгүл Әуезова дейтін написать басасыз, жібересіз болды. Үстіп санап отырып 30 адамға жіберуіңізге болады. Уже мен бүгінгі жұмысымды сіздерге көрсету арқылы жасап жатырмын. Көрдіңіз ғой, осылай күнде жасалатын жұмыс мынау дейтін. Отправить. Осылай жасап алыңыз. Басында егер сіз инстаграммен жұмыс жасап білмеген болсаңыз, қиындау болуы мүмкін, бірақ қолыңыз үйреніп кетеді. Ешқандай қиындау жоқ. Келесі сабақта жалпы подписчиктерді қалай жинаймыз инстаграмға, сол туралы түсіндіріп өтемін,